бар, есімі Лола. Лола екеуміз паркке Орео печеньесімен батыл шыншыл ойынын ойнау үшін бардық. Ореоның бір жағы шындық, ал екінші жағы өтірік болатын. Егер Ореоны бөлген кезде кімде кремі көп жағында болады, онда сол адам шындыққа жауап беруі тиіс. Сол кезде Лола, біз қай адамды жақсы көретінімізді айтуымыз керек, деді. Мен бар білетін дұғаммен кремі жоқ жағын түсіргім келді. Өтінемін деп Құдайдан жалбарындым. Біз Ореоны бөлдік және мен ішінен қырсығай дедім. Я, менде кремі көп жағы шықты. Неге? Сонда мен Лолаға бар шындықты айтамын деп ойладым. Себебі маған Стив ұнайды. Ал Стив өте танымал жігіт, ол өте сүйкімді, әрі өте күлкілі. Ол маған ұнайды. Басқа жағынан ойланып қарағанымда, мен өтірік айта салуыма да болатын еді дедім. Бірақ мен Лолаға сенімділік білдірдім де, бұл Стив. Маған Стив ұнайды дедім. Сонда Лола аң-таң болды да, саған Стив ұнайды ма? деп қайталап сұрады. Я, дедім. Не болды? Жоқ, әншейін деді де басқа тақырыпқа ауыса бастады. Алайда мен одан тоқтай тұр. Бізде көруіміз керек дедім. Сонда бұл крем көп жақ Лолаға түсті. Мен Лоладан саған кім ұнайды деп сұрадым. Сонда ол сен айтқан жігіт деді. Сонда мен одан саған Стив ұнайды ма саған деп қайталап сұрадым. Сонда ол басын изеді. Біз үйге деген түк сөйлемей жетіп қалдық. Мен сол күні Стивпен хат жазған болатынмын. Біз қайта батыл шыншылды ойнадық. Ол шындықты таңдады. Сонда мен одан сен кімге ғашықсың деп сұрадым. Осылайша мен оған ұнайтынымды біле аламын дедім. Сәлден кейін ол маған айта алмаймын, бұл мені ұялтады деді. Бірақ мен оны көндірдім. Мен қатты білгім келді. Және алаңдадым, себебі мүмкін оның ұнататын жаны ол менмін. Сонда ол окей, бұл Лола деді. Оған Лола ұнайды екен. Менің жүрегім екіге қағып бөлінді. Бірнеше күн өткеннен кейін әлеуметтік желіден Лола мен Стивтің сүйісіп тұрғанын көрдім. Олар бірін-бірі жақсы көреді және жұп болатын. Мен аң-таң болып отырдым. Біраздан кейін мен олар туралы ұмыттым. Стив пен Лола күнде кездеседі, ал мен өзіме Сэм есімді жігіт таптым. Ол маған қатты ұнайды және біз бір-бірімізге жарасамыз.